Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қамыры жұмсақ мамықтай болып шығады сочниктерді дайындайтын боламыз. Мен ортасына сүзбені салдым. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сочниктің қамыры осындай болып шығады. Жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қамырын жасау үшін сары майға қантымызды қосып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Содан соң қаймақ қосамыз. Шанышқымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Алдын ала ұндарыңызды електен өткізіп алыңыздар. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібереміз. Шанышқымыздың көмегімен араластырып алып, одан соң қамыр илейтін боламыз. Қамырды ұзақ илеудің қажеті жоқ, тек басы біріксе ғана болды. Көп ұн қосудың қажеті жоқ. Енді дайын болған қамырымызды максимум 1 сағатқа тоңазышқа қоямыз. Қамырымыздың тұруына 15 минуттай қалған кезде салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге сарыуыз қостым. Одан соң қант, ұн және де қаймақ. Барлығын жақсылап шанышқымен араластырамыз. Менде сүзбе үйдің сүзбесі осындай құрғақ сүзбе қолданған дұрыс. Ал егер сүзбелеріңіз сұйық болса, ағып кетуі мүмкін. Ал енді қамырымызды алып, осындай рулет жасаймыз. Қамырымызды 10 бөлікке бөліп аламыз. Мен әр бөлігін грамда бөлшейтін боламын. Шамамен 60-65 грамнан болуы керек. Ал енді оқтаумен жайып шығамыз. Дөңгелектеп, қатты қалыңда қылмаймыз, қатты жұқа да қылмаймыз. Шамамен 5-6 мм болуы тиіс. Содан соң қамырымыздың жарты бөлігіне 1,5 ас қасық салмамыз саламыз да, бетін жабамыз. Жандарын осылай қысамыз. Және де оны противенге саламыз. Астына арнайы пергамент қағаз төсеңіздер. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бірнеше рет қайталап көрсетіп жатырмын. Достар, алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал енді сочниктерімізді майлап шығамыз. Ол үшін мен жұмыртқаның сарыуызымен сүтті араластырдым. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Сочниктеріміз өте әдемі және жұмсақ болып шығады. Бетіне әсемдік үшін қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Сочниктің қамыры өте нәзік болады, мамықтай жұп-жұмсақ. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менен алдыңғы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдырып кетіңіз.